Осы жұмада біз УЕФА Чемпиондар Лигасы 1/8 финалының барлық жұптарын білетін боламыз. Сонымен қатар турнирдің ең қызу кезеңі плей-оффы басталады. Қазірдің өзінде қай клубтарды басты фаворит деп атауға болатынын шамалап көруге болады. Кейбірі бұл тізімге заңды түрде енсе, енді бірі күтпеген жерден қосылып отыр. Бүгін біз 25-26 маусымындағы Чемпиондар Лигасын жеңіп алуға басты үміткер саналатын үздік 5 клубты талдаймыз. Ал ендеше кеттік, біз бастаймыз. Арсенал командасы. Арсенал 25-26 маусымының плей-офф кезеңіне Еуропадағы ең жүйелі әрі қалыптасқан жобалардың бірі ретінде келіп отыр. Микель Артета жаттықтыратын команда жалпы кезеңнен сенімді өтіп, допқа иелік етудегі бақылау мен агрессивті прессинг арасындағы тепе-теңдікті көрсете білді және турнирлік кестеде бірінші орын алды. Лондондықтар түрлі стильдегі қарсыластарға қарсы сәтті ойнайды. Қорғанысы жабық командаларға қарсы позициялық ауысулар арқылы қорғанысты біртіндеп бұзса, ал топ клубтарға қарсы қарқынды ойынмен допты жылдам қайтаруға басымдық береді. Күшті тұстары: негізгі құрамның үйлесімділігі, шабуылды қанаттар мен орталық арқылы түрлендіріп ұйымдастыру, құрам тереңдігі, стандартты жағдайларды тиімді пайдалану. Команда бірнеше жыл бұрын жетіспеген қасиет, қиын сәттерге төзе білу қабілетінде меңгерді. Әлсіз тұстары да жоқ емес. Қорғаныстағы жоғары сызық жылдам қарсы шабуылдарға осал болуы мүмкін. Сонымен қатар, негізгі жартылай қорғаушылардың формасына тәуелділік 2 матчтық текетірестерде әсер етуі ықтимал. Бұл маусымда Арсенал сырт алаңдағы ойындарда да жинақы өнер көрсетіп, бұрынғыдай ұпай жоғалтқан жоқ. Егер турнирлік жолы физикалық тұрғыдан қуатты қарсыластармен түйістірсе, қорғаныстағы тәртіп шешуші рөл атқарады. Арсеналдың чемпиондық мүмкіндігі жоғары, себебі команда бір ғана шепке сүйенбейтін, тұтас механизмге айналған ұжым. Сәттілік пен тұрақты реализация сақталса, тактикалық икемділік пен шешуші сәттердегі сенімділік оларды титулға жеткізуі мүмкін. Алайда бір фактор бар: Премьер Лига соңғы маусымдарда Арсенал чемпиондықты Ман Сити, Ливерпуль командаларына жіберіп алды. Қазір лондондықтар турнир кестесінде бірінші орында келеді. Сондықтан клуб басшылығы мен бапкерлік штаб негізгі күшті ішкі чемпионатқа салуы да мүмкін, яғни Чемпиондар Лигасын емес, АПЛ-ды таңдауы ықтимал. Бұл шешімнің қалай боларын көктемде көреміз. Бавария дәстүрлі түрде шешуші кезеңдердегі тәжірибесі мен жеңімпаздық мәдениетінің арқасында басты фавориттердің қатарында саналады. Бұл маусымдағы Чемпиондар Лигасында мюнхендіктер негізгі кезеңнен айтарлықтай қиындықсыз өтіп, жоғары шабуылдық статистика көрсетті. Олардың басты қаруы қанаттардағы қарқын, қорғаныстан шабуылға жылдам ауысу және көктемде қарқын қосу қабілеті. Бавария допқа иелік етуде үстемдік жүргізе алады. Сонымен қатар екінші нөмірмен де тиімді ойнайды. Бұл ағылшын және испан гранттарына қарсы матчтарда аса маңызды. Стандартты жағдайлардағы физикалық басымдықта қосымша артықшылық, әлсіз тұстары, жоғары прессинг кезінде қорғаныста кететін қателіктер және жылдам қарсы шабуылдарға қарсы тұрақсыздық. Плей-офф кезеңінде бәрі орталық алаңдағы жинақылыққа байланысты болады. Бундеслига факторында ескерген жөн. Бавария ішкі чемпионатта ертерек чемпион атанып, көктемде толықтай Чемпиондар Лигасына көңіл бөлуі мүмкін. Ал Арсенал АПЛ-де соңғы турға дейін күрес жүргізуі ықтимал. Сондықтан маусымның белгілі бір кезеңінде мюнхендіктер толықтай Чемпиондар Лигасына басымдық беруге мүмкіндік алады. Тәжірибе, құрам тереңдігі және психологиялық тұрақтылық Баварияның басты артықшылықтары. Егер олар шабуылдағы қысым мен қорғаныстағы тәртіп арасындағы тепе-теңдікті сақтай алса, финалға дейін жетіп, турнирді жеңіп алуға толық қабілетті. Рас, Бавария соңғы бірнеше маусымда дәл осындай мүмкіндіктерге ие болғанымен, шешуші кезеңдерде бір нәрсе жетіспей жатты, әсіресе шабуыл шебіндегі тұрақсыздық кедергі болды. Қалай болғанда да, Бавария дәстүрлі түрде басты фавориттердің бірі саналады, бірақ олардың қаншалықты алысқа баратынын жақын арада көретін боламыз. Бұл маусымда алдыңғы жылдарға қарағанда әлдеқайда теңгерімді көрінеді. Париждік клуб жеке шеберлікке ғана емес, ұжымдық құрылымға басымдық берді. Бұл қазіргі УЕФА Чемпиондар Лигасы ойындарында анық байқалады. Команда топтық кезеңде мықты қарсыластардан сенімді өтіп, ойынды бақылау мен қысымға төтеп беру қабілетін көрсетті. Күшті жақтары: жылдам қанаттар, мобильді шабуыл шебі, қорғаныстың айтарлықтай жақсаруы, орталық алаңдағы еңбекқорлық,
өтпелі фазаларда сенімділік дегенмен әлсіз тұстарда бар. Тығыз жеке бақылауға түскенде шабуылдың түрленуі азайып кетуі мүмкін. Сырт алаңдағы матчтарда эмоциялық тұрақсыздық байқалуы ықтимал. Плей-оффта жауапты кездесулердегі тәртіп пен суыққанды шешімдер бәрін айқындайды. Қуатты жартылай қорғанысқа ие қарсыластар PSG-ға қиындық тудыруы мүмкін. Бірақ жылдамдық, техника және құрам тереңдігінің арқасында олар турнирді жеңіп алуға қабілетті. Егер команда психологиялық күйзелістерден аулақ болып, ойын құрылымын сақтаса, трофейге нақты үміткер. Айта кету керек, PSG өткен маусымда да ұқсас жағдайды бастан өткерді. Кейбір қиындықтар болғанымен ішкі мәселелер толық шешілді деп айту қиын. Сонымен қатар клуб Лига 1 чемпионатында ойнайды. Бұл лигада еуропалық деңгейдегі қарсыластар аз, мысалы, бір турда Le Havre секілді командамен ойнап, келесі аптада Манчестер Сити сияқты грандқа қарсы шығу үлкен сынақ. Соған қарамастан, PSG қазіргі чемпиондар лигасының жеңімпазы. Сондықтан қатарынан екінші титул үшін күресетін басты фавориттердің бірі екені сөзсіз. Man City жүйелі футболдың үлгісі болып қала береді. Қазіргі маусымда команда доп пен кеңістікті әдеттегідей бақылауда ұстап, қарсыластарын біртіндеп шаршатады. Күшті жақтары, тактикалық вариативтілік, позициялық шабуыл, аймақтарды артық жүктеу арқылы тығыз қорғанысты бұзу қабілеті, құрам тереңдігі. Сити сирек жағдайда ойын тізгінін уысынан шығарады, және кей текетірестердің тағдырын алғашқы матчта-ақ шешіп тастай алады. Әлсіз тұстары кейде шамадан тыс сенімділікпен өз айып алаңы маңындағы тәуекелді пас алмасулар. Белсенді прессинг жасайтын қарсыластарға қарсы бұл қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ кей сәттерде шабуылдың соңғы фазасында қарапайым, тікелей шешімдер жетіспей жатады. Қазіргі Чемпиондар лигасында Сити тұрақты ойын көрсетіп келеді. Тең деңгейдегі қарсыластармен кездесулерде сәттерді тиімді пайдалану шешуші фактор болады. Дегенмен клуб 2023 жылғы чемпиондар лигасындағы жеңістен кейінгі қайта құрылу кезеңінен өтіп жатыр. Бұл жаңарып жатқан команда. Қайта құру үдерісінің толық аяқталмауы биылғы маусымда кедергі келтіруі мүмкін. Соған қарамастан, бапкерлік штабтың философиясы, тәжірибе және ойыншылардың үйлесімі Манчестер Ситиді кез келген жұпта фаворит етеді. Барселона жастық жігер мен тәжірибенің үйлесімі арқылы еуропалық футбол элитасына қайта оралып келеді. Биылғы маусымда каталондықтар қорғаныста анағұрлым жинақ ойнап, сырт алаңдағы кездесулерде прагматикалық тәсілге бейімделгенін көрсетті. Күшті тұстары, техникалық деңгейі жоғары орталық алаң ойын ырғағын бақылау қабілеті. Қарсыластың жарты алаңындағы сапалы прессинг. Команда өз алаңында үстемдік құрып қана қоймай, топ қарсыластарға да ойын шартын таңата алады. Дегенмен әлсіз жақтары да бар. Қарсылас жоғары қарқынмен ойнаған кезде, жылдам қарсы шабуылдар мен күштік футбол қиындық тудырады. Сонымен қатар, кей матчтарда сәттерді жүзеге асырудағы тұрақсыздық байқалады. Қазіргі UEFA Чемпиондар лигасы маусымында Барселона сенімді ойын мен жақсы нәтижелік динамика көрсетіп келеді. Плей-офф кезеңінде бәрі қорғаныстағы тәртіпке байланысты болмақ. Егер команда шептердің ықшамдығын сақтап, допты бақылаудағы артықшылығын тиімді пайдаланса, чемпиондыққа нақты талас алады. Олардың табысқа жету жолы, дәстүрлі стиль мен прагматикалық нәтижеге жұмыс істеудің арасындағы тепе-теңдік. Алайда соңғы жылдары Чемпиондар лигасында Барселонаның басты мәселесі қорғаныстағы сәтсіздіктер болды. Бұған қоса, Педри алаңнан тыс қалса, команданың ойыны түбегейлі өзгеріп кетеді. Орталықтағы креативпен байланыс әлсіреп, жалпы құрылым бұзылады. Қорғаныс мәселелері мен Педриге тәуелділік команданың басты тәуекелдері. Соған қарамастан, Барселона бұл турнирдің негізгі фавориттерінің бірі болып қала береді. Осылайша, 25-26 маусымындағы Чемпиондар лигасының басты 5 фаворитін атап өттік. Арсенал, Бавария, Манчестер Сити, PSG, Барселона. Егер сіздің пікіріңіз басқа болса, бұл тізімге енуі тиіс деп санайтын командаңыз болса, немесе өз фаворитіңіз бар болса, пікірге жазыңыз. Мүмкін топ 5-ке енбей қалған, бірақ назар аударуға лайық клубтарды талдайтын екінші бөлім жасармын. Бәлкім, бір сенсация болып, мысал Карабах секілді команда жарқ етіп, жартылай финалға дейін жетер. Футболда бәрі мүмкін. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аңыз доп арнасы. Келесі кездескенше.